Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 3-ші сынып 14-ші сабақ 15-ші жаттығу, алғашқы жаттығуымыз. 4-ші сабақ 15-ші жаттығуда былай делінген: тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жузанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып, жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп, сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үстіде кеуіпті. Енді сұрақтарға жауап бер дейді. Мәтін бойынша бізге сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: бақшаны кім аралап келе жатты? Бақшаны Омар атай аралап келе жатты. Екінші сұрақ: ол нені көрді? Ол торғайды көрді. Үшінші сұрақ: торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді? Өйткені торғай тоңып қорқып тұр еді. Төртінші сұрақ: оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Оқиға күз мезгілінде болған. Өйткені күз мезгілінде ағаштардың жапырағы сарғаяды, жаңбыр жауғаннан байқадық. Ағаштардың сарғайғанынан және жаңбырдың жауғанынан байқадық деп осылай 4 сұраққа жауап бересіздер балалар. Енді әр сұрақтың жауабы болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құрады дейді. Әр сұрақтан жауабы болатын сөздер тірек сөздер қатар. Тірек сөздер Омар, торғай, тоңып деген сияқты көз деген сөздер кіреді екен балалар. Енді келесі 16-ші жаттығуымыз: тиім сөздерді көшіріп жаз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Осы тиім сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс дейді. Дәлелдеуіңде өйткені, себебі, сондықтан сөздерін пайдалан дейді. Тиім сөздерді бұл жерде атуға болмайды деген сөз жатады, ең алдымен. Сосын құсты атпайды. Бұл тиім сөз, яғни бұл нәрсені істеуге болмайды, бұл затты істеуге болмайды деген тиім сөз дегеніміз. Өйткені құстарда табиғаттың тірі жандары, біз сияқты, дәл біз сияқты табиғаттың тірі жаны. Балапандары жетім қалады. Оларды атсақ, балалары аш қалып, біздің табиғатымызға зиян келу мүмкін, қырылып қалу мүмкін. Сондықтан біз құстарға еш зиян келтірмеуіміз қажет екен балалар. Осы тиім сөздерді жазып аласыздар және себебі, өйткені деп дәлелдеп кетесіздер, не үшін ол нәрсені істеуге болмайтынын. Осылай жазып қойасыздар балалар. Келесі жаттығуымыз 17-ші жаттығу. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір дейді. Бізге қоян деген ертегі берілген екен. Осы ертектің орындары ауыстырылған. Біз соны реттеп жазатын боламыз, немесе оқитын боламыз, Мысалы, су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас талқан болып қашты. Бұл ешқандай мәтіннің бас жағы емес, орта жағы болуы мүмкін. Өйткені бірден мәтін бұлай басылмайды. Мен ең бірінші мәтіннің бөлігі бұл: қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Осы бірінші бөлік. Екінші бөлік: мен көрінген нәрседен сескенем. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Үшіншісі: су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып: менен де қорқатын хайуандар бар екен ау.
деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Осылай мәтінді рет-ретімен жазастыр. Біріншісі қоян күндегі әдеті бойынша деген, сосын мен көрінген нәрседен сескену. Сосын үшіншісі су бойында, төртіншісі менен де қорқатын хайуандар бар екен деген бөлігі жатады екен. Ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жаз дейді. Ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін: сақтықта қорлық жоқ, қорыққанға қос көрінер, жақсы сөз жарым ырыс. Бұл жерде қорыққанға қос көрінер деген сөз осы ертегіге сәйкес келеді екен, балалар. Осылай жазып, оқып, түсінікті болу үшін есте сақтап алыңыздар, балалар. Енді келесі 18-ші жаттығуымыз өлеңді түсініп оқы. Сұраққа жауап бер дейді. Қанша сәбіз еді? Біздің үйде көжек көп, іштерінде өжет көп. Әсіресе 5 көжек, маған нағыз дос көжек. 5 көжекке достасқан, сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында, қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі, санап берші, ал енді. Енді біз сәбіз санайтын боламыз. Бұл жерде неке? Алдымен 5 көжек деді, осыны маған нағыз дос болған 5 көжекке достасқан, сәбіз бердім қос-қостан дейді. Яғни 5 көбейту 2 болады. Қос-қостан деп тұр, Бұл деген сөз 10 болады. Енді сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында, қалып қойды қолымда дейді. Бір сәбізі қалып қойыпты. Сәбізді әуелге санап берші, ал енді дейді. Тең 9 болады. Жалпы 9 сәбіз болады. Көжек, өжет сөздерінің мағынасын сөздіктен тауып жаз дейді. Көжек деген сөз бұл қоянның балаларын айтамыз. Қоянның балапандарын көжек деп атаймыз, балалар. Ал өжет деген сөздің мағынасы ол өжет, алғыр, білімді, ақылды, тапқыр, ең жылдам деген мағынаны білдіреді. Яғни өжет бала деп айтамыз ғой. Ақылды, тапқыр, білімді, өжет екен, өжетті бала екен деп айтамыз, ақылды деп. Осылай өжет деген мағынасы осылай екен, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.